күн, құрметті көрермендер, әріптестер. Бүгін әлеуметтік маңызды мәселе коммуналдық қызметтердің бағасы туралы айтамыз. Тарифтерді төмендету және оның қалыптастыру жүйесінің айқындығын арттыру бойынша атқарылған жұмыстар туралы талқылаймыз. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасының ұлттық экономика вице-министрі Серік Мақашұлы. Студиямызға қош келіңіз. Жақында абоненттер қаңтар айына жаңа тарифтер көрсетілген квитанцияларын алды. Коммуналдық қызметтердің бағасы қаншалықты төмендегені туралы айтып берсеңіз. Құрметті әріптестер, биыл осы ақпан айында квитанция алғанда өздеріңіз біраз таңғалған шығарсыз. Квитанциямыз өзгерді бүкіл Қазақстанда. Мысалы, міне Ақтөбенің квитанциясы мұнда жазылып тұр. Құрметті ақтөбеліктер, елбасының тапсырмасы бойынша 1 қаңтардан бастап коммуналдық шаруашылық қызметтерге тарифтер азайды деп. Сосын да азайған бағасы көрсетілді, қаншаға, тек тарифтерге емес, мұнда лифт бар, ішінде домофон, жаңағы мусор шығару. Бұл деген біздің елбасының айтқан тапсырмасының орындау себебі 1 қаңтардан бастап бүкіл Қазақстандағы тарифтерді біздер төмендеттік. Ол қалай болды? Қазір қысқаша атап айтып кетейін. Мысалы, жылумен жабдықтау біздерде 3%-дан Қарағанды облысында 22-де 2%-ға дейін Шымкентке де азайды. Сумен жабдықтау 3%-дан 22%-ға дейін. Павлодар облысында 3%-дан, Қызылорда облысында 22%-ға дейін. Газбен жабдықтау 1,5%-дан Қызылорда облысында, Алматы облысында 17,5%-ға дейін. Ең көбісі, мысалы, 3%-дан Алматыда 2-де 8%-дан 18%-ға дейін Атырау облысында. Бүткіл қазақстандардың көретін пайдасы, экономиясы осы жылда 28 миллиард теңгеге дейін жетеді. Былай есептегенде, былтырғы жылда істеген жұмыспен қосқанда 40 миллиардтан астам болады. Ол деген әрине біздің тұтынушылар, азаматтардың қалтасында қалған пайдасы. Ол деген, бұл жұмыс тек үлкен қалаларда емес, бүкіл өңірлерде жасалынып жатыр қазір. Күнде-күн біздер отчетталып жатырмыз. Мысалы, Қарағанды облысында Ақжал деген, Ағадыр деген, Ақсу деген, Алматы облысында Өтеген, Чепай деген ауылдық елді мекендерде де тарифтер өзгеріп жатыр. Бірақ ол әрине мына жұмыс қазіргі уақытта біздер жалғастырып жатырмыз осы жұмысты. Енді елбасы тапсырма берді біздерге өзінің жолдауында октябрьде тарифтердің енді сенімділігін, ашықтығын, тиімділігін көтеру керек деп. Біздер біраз жаңа өзгерістер енгіздік. Өздеріңіз білесіз, жаңа табиғи монополия туралы заң 1 қаңтардан бастап енді іске асырылды. Елбасы қол қойып, оның ішінде өздеріңіз білесіңіз, біріншіден қазіргі уақытта заявкілерді біздер былтырғы жылдар қағаз бойынша тапсырған субъектілер енді тек электрондық түрде тапсырайды. Электрондық түрде, ашық түрде әрбір адам, әрбір енді қызығатын қоғам соған қол жеткізе алады, өздерінің ұсынысын беріп, тарифті өзгертуге, ертең ашық тыңдауларға шығып, критикасын айтып, жұмыс істеуге алады. Сосын екінші, біздер тұтынушыларды қорғайтын қоғамдық обществоларды күшейттік. Оларға қазір бір квалификациялық требование дайындадық. Юристер болу, заңгерлер болу керек, экономистер болу ішінде. Оларды енді айлық төлеу үшін біз республикалық бюджетті қазір қаржы қарастырдық. Осы жылдан бастап біздер осы қоғамдарды қаржылдаймыз, бюджеттен қаржылдаймыз. Үшіншіден, енді табиғи монополиялар субъектілер тұтынушылардың алдында бір жылда емес, жылда бір рет емес, жылда 2 рет отчет береді. Қандай жұмыс істелді, қайда ақша жұмсалды, қаншама ақша. Кварталда бір рет видео отчет береді.
не істелініп жатыр, бағалап, қанша километр, қанша трансформатор сатып алды, көрсетіп, қайда қойғанын барлығын істеп. Сосын біздер қоғамдық приемный аштық. Әрбір регионда 100-ден астам қазір кездесу болды, 3000-дай адам келді, біздерге өзінің ұсынысын берілді. Біздер қазір уақытта сол жұмысты жалғастырып жатырмыз. Сізге көп рахмет.